Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге ЭЦП уақытын созуды көрсететін боламын. ЭЦП ашқан кезде 1 жылға жарамды қылып береді ЭЦП-ны. Соның уақыты жақындаған кезде, ЭЦП уақыты бітіп жатқан кезде уақытын созуға болады тағы да 1 жылға. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет. ЭЦП уақыты біткен кезде жаңағы файл сіздерге жарамсыз болып қалады. Оны жаңартып отыру керек. Сонда новыйдан ашылып, видео проверкадан өтіп, олай жасамайсыздар. Енді сіздер осылай Google-ға Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан деп жазасыздар, немесе pkgov.kz деп мына жерде Google-да осылай жазсаңыздар, сіздерге басты бет осылай шығарып береді. Осы жердегі сіздер ең бірінші личный кабинет деген жерге барып, сол личный кабинеттеріңізге кіресіздер. Әрі қарай сол личный кабинетке кірген кезде войти деген болады астында, соған кіресіздер. Міне осы войти-ді басасыздар. Әрі қарай подтверждаю деген жерге галочка қоясыздар. Сосын выбрать ключ ЭЦП дейсіздер. Жаңағы срогы бітіп жатқан ЭЦП ключтарыңызды осы жерге таңдап қоятын боласыздар. Парольдарыңызды жазып, жаңағы файлдарыңызды алдын ала ашып қоясыздар. Қазір новыйдан ЭЦП-ны ашқан кезде оған тағыдан новый папка керек болады. Сондықтан новый папка ашып қойыңыздар бір шетке. Менде қазір ЭЦП ключті таңдап, парольдарымды жазып, барлығын жасап жатырмын, бірақ бұл жерде сіздерге көрсетілмейді. Міне сіздерге басты бет осылай шығады. Осы жерде үшінші тұрған перевыпуск ключей ЭЦП деген тұрады. Соны басасыздар. Сосын я прочитала деген жерге галочка қойып, подтвердитті басып, выбрать деп ЭЦП ключтарыңызды таңдайсыздар. Және парольдарын жазып кіресіздер. Жаңағы срогы бітіп жатқан ЭЦП ключті таңдап аласыздар. Келесі шақта сіздер я деп тұрған жерге галочка қоясыздар. Я және аты жөндарыңыз жазылып тұрады. Сол жерге галочканы қойып, подтвердить деп, жаңағыдан новыйдан ашылған папкаларыңызды осы жерге таңдап, және парольдарыңызды қойып, осылай ЭЦП ключтарыңыздың уақытын созып алсаңыздар болады. Ешқандай да видеодан өту, онда ештеңке қажет емес. Міне осылай жасап болған соң, обновить дегенді басасыздар. Міне обновить дегенді басқаннан кейін загрузить сертификат дейді. Загрузить сертификаттарыңызды таңдап аласыздар, файлдарыңызға сақтап аласыздар. Одан кейін сіздерде уже новыйдан ЭЦП ключтарыңыз осында жарамды болады. Міне сертификат успешно установлено деп тұр. Міне болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Алда сіздермен көптеген видеолар бөлісетін боламын. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет.